Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Егерде үйлеріңізде піскен ет болса, мына салатты жасап жеңіздер. Өте дәмді болып шығады және оңай, тез дайын болады. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Аяқ жағына пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Ең алдымен бізде піскен ет болса, жұқалап турап аламыз. Және помидорды турап аламыз. Және жарты тал көк бұрыш және қызыл бұрыш болса, турап аламыз. Және қиярды осындай кескіштермен әдемілеп турап аламыз. Және ас көкті жуып тазалап, ұсақтап турап аламыз. Одан соң етті, барлық көкөністерімізді қосып, ыдысқа саламыз. Үстіне ас көкпенен сарымсақты саламыз. Енді қызып тұрған майды сарымсақпен ас көктің үстіне құйып, шыжылдатып, иісін шығарып аламыз. Дәміне қарай тұз, паприка және қара бұрыш саламыз. Және 2 ас қасық соя соусын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Өте оңай, тез дайын болады және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге ұнаған болса, астыңғы жағына пікір қалдырып отырыңыздар. Және де каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.